Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ауызашарға өте дәмді, жұмсақ, тура ресторандағыдай болып шығатын пицца жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қамырымызды ашытып аламыз. Құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, оның үстінен дәміне қарай тұзымызды саламыз. Тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне ашытқымызды салып, ашытқымыз ерігенше тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да барлығын араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, ұнымызды салып, қолға жабыспайтындай етіп, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды біріктіріп болған соң, 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, қамырымызды тағы да өзінің қалпына келгенше илеп аламыз. Егер ашытатын қамырға осылай сұйық майды құйып ашытатын болсаңыздар, өте әдемі болып көтеріледі және жұмсақ болып шығады, тез көтерілетін болады. 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз, бетін жауып. Ендігі кезекте қазанымызды қыздырып, майымызды құйып, үстіне пиязымызды салып, 2-3 минут қуырып аламыз. Қуырылған пияздың үстіне етімізді салып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Оның үстіне сәбізімізді саламыз. Барлық керекті көкөністерімізді, барлығын, томат пастасын салған соң 2-3 минуттан қуырып аламыз. Томат пастамызды да салып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Оның үстіне туралып дайын тұрған картошкамызды да салып 2-3 минуттай қуырып аламыз. Барлығын жақсылап қуырып болған соң, оның үстіне суымызды құямыз. Су құйып болған соң, жуып тазаланған горохты салып, дәміне қарай тұзымызды салып, жай отта өз бабында қайнатамыз. Міне біздің горох сорпамыз өз бабында жай отта қайнап тұр. Негізі жай отта өз бабында қайнатса өте дәмді болып шығады. Сорпамыз қайнап жатқан кезде ашытылып дайын тұрған қамырымызды алып пиццамызға кірісеміз. Көп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте әдемі болып көтерілді. Ыдысымыздан шығарып, өзімізге керекті мөлшерде зуалыларға бөліп аламыз. Енді зуалаға бөлініп алған қамырымызды алып, қолдың көмегімен жайып дөңгелек пиццаның формасын жасаймыз. Қамырды формамызға келтіріп болған соң, ыдысымызға салып, оның үстіне кетчуп пен майонезді сеуіп, қамырымызға жағып шығамыз. Вилканың көмегімен осылай әр жерін тесіп шығамыз қамырдың. Ендігі кезекте мен бұл жерде тек колбасамен, сырмен ғана жасайын деп тұрмын. Колбасаны осылай майда-майда бөліктерге бөліп алдым. Балаларға жегенге ыңғайлы болу үшін өз қалауларынша. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минутқа салып аламыз. Міне дайын болып шықты. Ендігі кезекте үкіштен өткізіліп дайын тұрған сырымызды салып, тағы да 2-3 минутқа пешке салып аламыз. Міне біздің пиццамыз дайын болып шықты, өте дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай жұқа болды. Жұқа болғанымен қатып қалған жоқ, жұмсақ болып тұр, әлі ыстық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналым дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Міне барлығы толық піскен, шеке емес, өте дәмді болып шықты. Енді пиццамыз пісіп шыққанша горох сорпамыз да дайын болды. Өте дәмді болады. Бізге ас болсын. Міне сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.